Сәлем достар, мен бүгін осындай үй жағдайында өте жылдам жасалатын және қол жетімді заттардан жасалатын балапандарымды қуантайын деген мақсатпен керешке жасадым. Үйде қалып кеткен қатты қара нандарды тастамай, осылай керешке жасап балапандарымды қуантыңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен осындай нанымызды тігінен турап аламыз. Әркім өз қалауларынша туруға болады. Сіз төртбұрышты етіп турап алсаңыз да болады. Және ескертетін жайт, наныңыз міндетті түрде қатты болуы керек. Жұмсақ нандар жарамайды. Осылай барлық нандарды турап алдым. Міне, осылай шықты нандардың барлығы. Енді осыны табаға пергамент қағазын төсеп, алшақ етіп орналастырып, қызып тұрған 160 градуста 5 минутқа кептіріп аламыз. Нанымызды пешке салып, енді біз заправкасын дайындап аламыз. Ыдысымызға сәл ғана сұйық май қосып, үстіне 1 шай қасық ащы бұрыш, 1 шай қасық паприка және жарты шай қасық тұз салып, араластырып шығамыз. Міне, біздің заправкамыз осындай болды. Енді пештен шыққан ыстық нанымызды осы заправканың ішіне салып, бетін жауып араластырамыз. Міне, біздің нанымыз араласты. Араласпай қалған жерлерін осындай қасықтың көмегімен араластырып шығамыз. Және қайттан табамызға салып, қызып тұрған 160 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, менің керешкем осындай болып, күшті, қытырлақ болып шықты. Сіздер неге қара деп ойлап қалмаңыздар, менің нанымның сұрпы қара. Сіздер ақшылдау түрін алсаңыздар болады. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі видеомда кездескенше.